Hello, I'm Missy Shanat. Welcome to my channel. Сіздермен бүгін осы Family and Friends кітабы workbook бойынша 3 сыныптардың осы 8-ші бөлімінің 3-4 сабағын өтеміз. Ол бізде осы 64-65-ші беттерде екен. Енді мына тапсырмаларға мұқият болып қарайық. Exercise number 1. Яғни look and count, қара және де сана, write the numbers, сандарды жаз дейді екен. Енді мына суретте бізде мынау taxis, яғни такси, я, train, бұл бізде поезд, helicopters, бұл бізде тікұшақ, яғни вертолет деп айтамыз, trams, трамвай деген сөз, planes, бұл бізде самолет, ұшақ деген сөз. Я, мына суреттерге қарап алыңыздар. Енді қарап алдыңыздар деп ойлаймын, қараңыздар. Енді суретке қарайық. 5 taxis, яғни 5 таксилер деп қойған, санайықшы. Таксилер міне, яғни қай түсте екен? 1, 2, 3, 4, 5. Яғни 5 шықты ма? Шықты. Енді train, бұл бізде поезды санайық. Поезд қай жерде екен? Қанекей, бізде train өзі ғана тұр екен, біреу ғана тұр. Міне, қараңыздаршы, мына жерде өзі ғана тұр. Және де ешқандай да s жалғанбаған, поездар деп айтылмаған, бір ғана поезд, сол себепті one деп жазамыз. One train, бір ғана поезд. Енді helicopters, тік ұшақты вертолеттер екен. Санайықшы. One, сосын қай жерде көріп тұрсыздар? Two, сосын 3, одан кейін міне 4. Яғни 4 helicopters. 4 тікұшақ бар екен. Trams, трамвайларды есептейік. Қанекей, міне трамвай 1, 2, 3, and 4. Одан басқа көріп тұрған жоқпын, сол себепті 4 trams. 4 трамвайлар бар екен бұл суретте. 5-шісіне planes деп қойыпты, самолет, жаңағыдай ұшақ. 1, 2, яғни екеу екен. Сонда 2 planes деп жазамыз. Суретке жақсылап қарап алыңыздар. Келесі тапсырма осыған байланысты жасаймыз. Қараңыздар. Жаңағы біз тек қана мына жерге қойып шықтық қой 5 деп, бір такси, жаңда 5 таксилер, бір поезд, 4 тікұшақтар, және де 4 трамвайлар, 2 ұшақтар деп жаздық. Енді соны there is, яғни бар деп, there is, there are деген құрылыммен жазады екенбіз. Exercise number 2. Look at exercise 1 and write. Бірінші тапсырмаға қарап жаз дейді. Мысалға бізде бір түсіндіріп жіберейін. There is, бұл бізде бар деп айтамыз. There are және there are, бұл да бізде бар. Бірақ екеуінің айырмашылығы. There is, бір зат, зат біреу, затымыз біреу болады, ал there are, бұл бізде 2, 3, одан да көп болады. Яғни, мынау бізде жекеше түрде, ал мынау бізде көпше түрде қолданылады. Яғни, осыдан кейінгі заттар көпше түрде тұру керек. Мысалға, жасап көрейік. There is, мысалға, there are мен басталыпты. There are, яғни taxis. Міндетті түрде бұдан кейін көпше түр болатын болса, мына сөз зат есімнің түбіріне s немесе es деген жұрнақ жалғанады мына жерде. Ал мына жерде ештеңе жалғанбайды, қараңыздар. There are 5, міне 5 деп тұр, 5 таксилер. Міне такси деген сөз, оған s деген таксилер деген көпше түрдің жұрнағы жалғанып тұр. Сол себепті there are деп жаздық. Енді there is болғандықтан, there is неге тұр? Өйткені біз қазір не жасайын деп тұрмыз? Бір поезд бар. Қайсысы еді? Міне there is-ге қолданатын train, one train. Осыны жазамыз. There is one train деп жазамыз. Бір поезд бар. Бар деген сөз. Ұмытпаңыздар. There are. Үшіншісін қараңыздар. Үшіншісінде не еді? 4 helicopters. Еді осыны жазамыз. There are 4 helicopters. Не дейді? 4 тікұшақтар бар деген сөз. Келесі 4 trams. 4 трамвайлар бар. Енді there are деп жазуымыз керек. Бұл жерде жазбапты. There are 4 trams. Қандай да бір сұрақтарыңыз болса жазып кетсеңіздер болады, жауап беремін. Түсінікті болып жатыр деп ойлаймын. 5-шісі planes, 2 planes, 2 ұшақтар деп қойыпты. There are, яғни 2 ұшақтар бар. There are 2 planes. Міне мән беріп жатсаңыздар, plane, ұшақ, оған s жалғанып тұр. Міне трамвай, трамвайлар s жалғанып тұр. Helicopter, тікұшақтар, helicopters деген s жұрнағы көпше түрдің жұрнағы жалғанып тұр.
Міне жалпылама түсінікті болды деп ойлаймын. Иә, мынаны міндетті түрде жаттап алыңыздар. There is-ден кейін біреу сандар келеді, немесе a немесе n деген артикль келеді. Ол, яғни бұл бізде біреу деген мағынаны білдіреді екен. Енді мынау exercise number 3 қарап жіберейік. Look at the clocks and write дейді. Яғни мына сағаттарға қара және де жаз деп жатыр екен. Сағат тілі нешені көрсетіп жатыр, соны жазуымыз керек екен, иә. Мысалға бізде бір түсіндіріп өтетін жайт 3 o'clock жарайды, қара. 3 o'clock сағат нешені көрсетіп тұр, сағат 3-ті көрсетіп тұр. Бұның алдында біз қандай құрылымды қолданамыз? It's. Яғни өтірік емес. It's, яғни қазір дегенді білдіреді, иә, қазір. It's 3 o'clock, яғни қазір сағат 3 болып тұр. It's 3 o'clock, сағат 3 деген устойчивый выражение деп айтамыз ғой, осы сөйлемді біріктіріп тұратын осы көмекші етістік. It's дегеніміз ол біздің негізінде it is деп, иә, төбе көмекші етістігінің қысқа формасы it's болады. It's 3 o'clock, сағат 3 болды. Болды деп отырамыз. Болды, болып жатыр. Енді екіншісіне қараңыздаршы. Ол жерде не болып жатыр? Бізде 15 минут деп ағылшыншада біз 15 минут дегенді 15 минут деп 15 minutes деп айтпаймыз. Біз оны a quarter деп айтамыз. Немесе quarter, иә, 15 минут. Ал енді бізде жарты сағат дегеніміз, жарты 30 минут дегеніміз, ол бізде қандай болады екен? A half. Міне, half. Енді past дегеніміз, ол бізде кетті, өтті деген сөз, сағат осыдан 2-ден осыншама өтті, кетті деп айтамыз. Ал to дегеніміз, яғни 2-ге осынша минут қалды деген сөз, қалды. 4-ге 20 минут, 4-ге 15 минут қалды деп айтады. Біз қалды деп айтамыз, иә. Енді қараңыз, жазатын боламыз. Бізде 3-тен 15 минут өтті деген қалай болады? It's quarter, it's 15 минут жазбайсыз, quarter. It's quarter. Енді past өтті деген сөз, past өттен өтіп тұр ғой 3-тен. Past 3. Немесе 3 деп жазасыздар. It's quarter past 3. Яғни 3-тен 15 минут өтті. Енді 30 минут өтті деп қалай айтамыз? Яғни 30 минут ол бізде half. It's half. Енді past 3. Немесе 3 деп айтамыз. Яғни 3,5 болды. Мына жерде 3-тен 15 минут кетті деген сөз. Сағат 3,5 болды. 3-тен 30 кетті деп айтамыз. 4-шісін қараңыздаршы, бұл жерде не деп жатыр екен? Бізге 4-ке 15 минут қалды деп айтамыз. Яғни 9-дан 12-ден 15 минут бар. Сонда it is, не дейміз? Quarter to, яғни to деген қалды деген сөз, иә? To 4. Немесе 4 деп жазамыз, иә? Яғни it is quarter to 4, яғни 4-ге неше минут қалды деген сөз. Міне, it's quarter 15 минут, to қалды 4-ге. It's quarter to 4. Міне, осылай жазамыз. Түсінікті болды деп ойлаймын, иә? Жалпылама сұрақтарыңыз болса. Енді lesson 4, 4-ші сабағымыз екен. Бұл жерде phonics, фонетика. Енді exercise number 1, write, жаз деп қойыпты. Бізде бұл бөлімде осы people's book бойынша қандай әріптерді өттік, сөздерді өттік, иә? Мысалға, van, бұл бізде грузовик деп айтамыз, иә? Фургон деп айтамыз. Мына жерде қай әріп түсіп қалған? Window, терезе. Мына жерде box, қорап деген сөз. Yo-yo ойыншығы. Мына жерде zebra деген сөз, zebra. Яғни zebra деген сөз. Міне түсінікті болды деп ойлаймын. Мына енді екінші тапсырма. Exercise number 2, circle the correct picture. Яғни дұрыс суретті дөңгелектеп. Яғни мына жерге осы сөздердің басы, осы әріптермен басталатын бір сурет бар. Мысалға қараңыз. Соны дөңгелектейміз. Мысалға van дегеніміз ол бізде грузовик. Ал мынауымыз, мынау V дегеннен басталады, ал мынау бізде window, иә? Window, бұл бізде терезе қай әріптен басталып тұр? W. Ал мынау van дегеніміз фургон V әріпінен басталып тұр. Сол себепті мына әріпке сай келіп тұр ғой, сол себепті фургонды домалақтаймыз. Мына жерде X әріпі, яғни қайсы? Zebra деген сөз емес, міне box. Box деген сөздегі X деген әріпті. Келесі Z деген, мынау van, дұрыс па? Van фургон емес, мынау бізде zebra, яғни мына Z әріп кеп тұр, сол себепті Z-ны жазамыз. Енді мына жерде W мен қайсы сөз кеп тұр? Yo-yo ойыншық емес, ол бізде window, дұрыс па? Window.
демек W мен келіп тұр. Мынаусы сол себепті мынау window терезе дегенді дөңгелек дейміз. W мынау W Y әрпі, яғни yo деген ойыншық екен. Сол себепті мынау E әрпінен Y мына W Y әрпінен бітіп тұр екен, иә, мына басталып тұр екен сөз. Сол себепті мынау yo дегенді дөңгелектейтін боламыз. Міне сонымен мына үшінші тапсырмаға да өтейік. Exercise 3, write, жаз деп қойыпты. Яғни бізде осы әріптер Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Осы әріптер соңғы әріптерге келіп жетіппіз. Осыны қайталап жібереміз, бұл жұмыс жасаймыз. Мысалға Q әрпінің үлкені мынандай болып жазылады, қысқасы мынандай. Демек бізге мынандай қалдырып қойса, біз соны жазуымыз керек. Мысалға бірінші қалдырса үлкен әріп, екінші қалдырса кішкентай әріп. Мысалға мынау бізде R әрпі, кішкентай әрпі. Ал R әрпінің үлкені мынандай болады. S әрпі үлкен жазылып тұр, кішкентайы тура осылай S болады. T-дің үлкені жазылып тұр, мына кішкентайы мынандай болады. U әрпінің кішкентай жазылып тұр, ал мынау U әрпінің үлкен мынандай болады. V әрпі үлкен жазылып тұр, мына V деп жаза саламыз. W кішкентай жазылып тұр, W үлкен жазамыз. X бізде кішкентай жазылып тұр, бұлай үлкен жаза саламыз. W-дің Y әрпінің кішкентай жазылып тұр, біз мына жерге үлкен жазылып тұр, кішкентай жазамыз. Z әрпінің кішкентай жазылып тұр, біз мына жерге үлкенін жазатын боламыз. Сонымен мына басқа тапсырмалар қалмады. Сіздермен осы 3-4 сабақты аяқтадық. Келесі жолы мен міндетті түрде workbook бойынша 5-6 сабақты салатын боламын. Арнамнан алыстамаңыз, қандай да бір сұрағыңыз болса қалдырыңыз комментарий бөліміне, және де келесі сабақтарымның жаңағыдай хабардар болып отыру үшін қоңырауша белгісін басып қойыңыздар, және де достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыздар. Our lesson is over. Goodbye.